Сәлем оқушылар, бүгін біздер 5 класстарға арналған Excel Students Book'тан 11 беттен ары қарай жалғастыратын боламыз. 11 бетте бөлмелер және ондағы жиһаздар суреттері мен аттары жазылып қойылған. Экранды скрин жасап көріп алсаңдар болады. Біз ары қарай жалғастырамыз. Мұнда берілген bedroom ол ұйықтауға арналған бөлме, living room қонақ бөлме, bathroom жуынуға арналған бөлме және kitchen ол ас бөлмесі. Келесі біздегі 12 бетте грамматика. There is және there are. There is деген мұнда бір зат, және there are деген мұнда көп зат. Екі немесе одан көп заттарды айтқанда қолданамыз, яғни көрсеткенде. Мысалы, there is a living room, мұнда қонақ бөлме. There are 2 bedrooms upstairs. Мұнда 2 ұйықтауға арналған бөлмелер бар, жоғарғы қабатта. Ал болымсыз сөйлем болады not. There isn't a garden. Мұнда ешқандай бау-бақша жоқ. There aren't any windows. Мұнда ешқандай терезелер жоқ. Is there a kitchen downstairs? Мұнда төменгі қабатта ас бөлмесі бар ма? Are there flowers in the garden? Бауда гүлдер бар ма? Ал оның қысқа жауабы yes there is, no there isn't. Yes there are, no there aren't. Енді мұнда берілген we use біз қолданамыз. Singular дегеніміз ол екінші түрде. There is де қолданамыз. There is. Is. Plural ол there are. Көпше түрі plural дегеніміз. There are. Сұраулы сөйлемде are there. Немесе is there. Осылай болады. Ал келесі бізде екінші тапсырма. Look at the picture, complete in the gaps in sentences with the correct form there is or there aren't. Суретте қарап отырып, there is немесе there aren't қойып шығамыз. Is there a bookcase in the living room? Yes, there is. Мұнда кітап сөресі бар ма? Қонақ бөлмеде. Суретте кітап сөресі бар, сондықтан оған yes, there is деп айтамыз. Я, бар. Келесі, екінші тапсырмадан. Any books in the bookcase? Books деген көпше түрі болып тұр. Ес жалғау берілген. Сол себепті a деп қоямыз. Азыр көпше. Азыр. Other books in the bookcase. Кітап сөресінде кітаптар бар ма? Ол жерде бар. Сондықтан yes, there are. Я, онда бар. Келесі. Үшіншісі, any cushions on the sofa? Диванда жастықтар бар ма? Сол бұл жерде де азыр болады. Азыр сұрағы бар мұнда. Сол себепті yes, я, бар. There are. Yes, there are. Келесі бізде carpet on the floor. Еденде кілем бар ма? Yes, there болады. Егерде carpet болғанда біздер a қоятын едік. Other. Мұнда s жоқ, көпше түрді бермейді, сондықтан жекеше. Is there a carpet on the floor? Мұнда еденде кілем бар ма? Еденде кілем жоқ. Сол no, there isn't болады. Мұнда ешқандай кілем жоқ. Келесі, бесінші тапсырма. Any curtains in front of the windows? Терезеде перделер бар ма? Other. So, we want no, there aren't. Келесі,
Алтыншы тапсырма chairs. Мұнда да chairs стулдар. Стулдар қонақ бөлмесінде бар ма? Are there any chairs in the living room? Бұл жерде бар ма? No, there aren't. Жоқ, мұнда жоқ. Бұл екінші тапсырманы аяқтадық. Ал әрі қарай бізде келесі үшінші тапсырма. In my bedroom, менің ұйықтайтын бөлмемде. Ол жерде не бар? Әркім өзінікін жазады. Мысалы, there is a bed. Онда төсек бар, кровать бар. There is a carpet. Онда кілем бар. There are 3 chairs. There aren't. Ол жерде үш стол жоқ. There aren't. Bookcase. There isn't. Егер бар болса, there is. 2 windows. Екі терезе. There are. Desk. There isn't. Wardrobes. Гардеробтар. There are. Posters. There aren't. Posters ол плакаттар. Бізде келесі төртінші тапсырмада a, and, some, any. A және an артиклі біздер an артиклін қашан қолданамыз? Егер де мынандай әріптерге аяқталатын болса. Дауысы дұрыстап a, I. Осындай әріптерге аяқталатын болса, оған and қоямыз. Қалғандарына барлығына a артиклін біздер қоя береміз. Әрі қарай some дегеніміз бірнеше дегенді білдіреді. Яғни оған s жалған кезде. Ал біз any'ді қашан қолданамыз? Болымсыз және сұраулы сөйлем кезінде. Яғни сөйлемде not және сұрақ белгісі болса, болды, сразу any'ді қойып кетеміз. Ал артиклдары болса, біздер жеке түрде қойғанда біздер қолданамыз. Бесінші, мына жерде affirmative дейді. Біздер қолданамыз негативқа any'ді, сұраулыға any'ді. Ал болымды сөйлемге and одан кейін some'дарды біздер қолданатын боламыз. Келесі бесінші тапсырмада fill in the some or any. Some немесе any'ді қойып шығамыз. Мына жерде қараймыз, сөйлемде сұрақ бар, сол себепті сразу біздер any'ді қоямыз. Мынағанда any'ді қоямыз, сұрақ бар. Мына жерде not белгісі бар, оғанда any. Келесі s бар, екеуіне де көпшетір some. Бірнеше деген сөзді қоямыз. Ал енді сөйлемді оқып отырайық. Are there any chairs in the kitchen? Ас бөлмесінде бірнеше стулдар бар ма? Have you got any books in the bookcase? Кітап сөресінде кітаптарың бар ма? There aren't any posters on the wall. Стенада, яғни қабырғада ешқандай плакаттар жоқ, суреттер. There are some cushions on the sofa. Диванға арналған жастықтар бар ма? Бар дейді, яғни some бірнеше жастықтар бар диванның үстінде. There are some flowers in the vase. Вазада бірнеше гүлдер бар. Келесі бізде үшінші бетте prepositions, предлогтар берілген, суреттермен бірге in дегеніміз ішінде деген мағынаны береді. On үстінде, under астында, behind артында, next to қасында, in front of алдында және between дегеніміз ортасында. Осы предлогтарға қарай отырып, жетінші тапсырмадағы суреттерге предлогтарды арнайы дұрыс келетін предлогтарды қойып шығамыз. There is a table. Яғни two chairs деген сөз бар бұл жерде. Айтады стол. Мұнда стол және екі стул деген сөз берілген.
екі столдың арасында стол дегенді біз таңдауымыз керекпіз, яғни арасында деген ол between болады. Between, ол арасында. Ары қарай, there is a lamp. Лампа қайда? Lamp on the table. Столдың үстінде. There is a chair. Стол. Bookcase. Bookcase мына кітап сөресі. Ол қасында. Next to дегенді қоямыз. Next to қасында. Кітап сөресінің қасында. There are some books. Бірнеше кітаптар кітап сөресінің ішінде. Яғни ішінде in. There's a lamp. Лампа қайда? Артында. Менің артында. Behind сөзін көреміз. Behind. Және there is a plant. Өсімдік. In front of. Алдында. Пианиноның алдында. Off. Жетінші тапсырманы аяқтадық. Келесі бізде мұнда берілген екен реттік санесім. Реттік санесім менде YouTube каналымда бар. Толығырақ түсіндірілгені. Яғни ол мұнда да айтып кетсек болады. First, second, third. Бірден үшке дейін өзгереді. Ары қарай төрттен басқа бәріне біздер жалғаймыз. First, fifth, sixth, seventh. Ал 32-ші, 31-ші, 21-ші болады. 21st, 22nd, 31st, 32nd. Үшке дейін жақсы затты болсаңдар, оқушылар ары қарай өте оңай. Келесі. Әзірге осы оқушылар қалғанын келесі сабақта жалғастыратын боламыз. Комментарий қалдырып, видеоны лайк басып, және тіркеліп кетеміз каналға. Ары қарай келесі тапсырмаларды көру үшін. Bye.